Теміртау қаласында ұстаздар күні ерекше сән-салтанатпен мерекеленді. Шуақты шарада 30-ға жуық мәртебелі мұғалімге құрмет көрсетіліп, қошеметке бөленді. Ұлағатты жандарды мерекелермен Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов арнайы құттықтады. Құрышты қаладағы мәні келіскен жиын туралы біздің түсіру тобымыздан естіп білейік. Теміртау қаласындағы мәдениет сарайының төрінде шымылдығын түрген шаттықты шаралар тек ұстаздарға алма-кезек арналып жатты. Салтанатты жиынға Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі арнайы келіп қатысты. Асхат Аймағамбетов мұғалімдердің білім саласын дамытуға қосқан үлесі мен ұрпақ тәрбиелеу жолындағы еңбегін салмақтап саралады. Елімізде бүгін үлкен жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Осы білім саласын дамыту бойынша нақты осы ұстаздарды қолдау бойынша өздеріңіз білетіндей мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тамыз конференциясында сөйлеген сөзінде осы ұстаздардың жалақысын көтеру бойынша тапсырма берді үкіметке. Осы тапсырманың шеңберінде ұстаздардың жалақысы 2 есе өсетін болады. Сәні келіскен салтанатты жиында ағарту саласында табандап тер төккен бірқатар парасатты педагогтарға еңбек ардагері және Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгілер табысталды. Өз кезегінде Теміртау қаласының әкімі де ұлағатты жандарға жүрек жарды жылы лебізін жолдады. Ғалым Мәшімов мырза мәртебелі мамандық иелерін марапаттады. Біз үшін, халқымыз үшін, еліміз үшін маңызды күн. Бүгін сіздердің төл мерекелеріңіз, бүгін мұғалімдер күні. Сіздерге мол денсаулық тілегім келеді. Бүкіл алға қойған мақсаттарыңыз, жұмыстарыңыз оңай емес. Соны бәрін жетістіктерге жете беріңіздер. Мерейлі мереке қарсаңында 30-ға жуық мұғалімге қадірлі құрмет көрсетілді. Ұстанымы мен ұлы мұрат ұйысқан ұстаздар білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы және алғыс хаттарымен мадақталды. Ал Жанат Базарбаеваның тарих пәнінен сабақ бергеніне 25 жылдың жүзі болған. Бүгін педагог білім беру ісінің құрметті қызметкері атанды. Талай оқушының талабын ұштаған мұғалімге марапат мотивация берді. Мен өз жұмысымды жақсы көрем. Сүйікті жұмысым, сол үшін мен алғысым шексіз деп айтуға болады. Мен еңбегімді бағалаған үшін. Шаттықты шараға 800-ге жуық адам қатысты. Ұстаздар күнінің көркін кішкентай өнерпаздар қыздырды. Олар мәнерлеп өлең оқумен ғана шектелмей, мың бұрала биледі. Концерттік бағдарлама шеңберінде Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің әншілері тамылжыты ән шырқады. Құрышты қаладағы дәл осы іспетте жиындар барлық білім беру мекемелерінде әсерлі жалғасын тапты. Жанбота Рахметоллаұлы, Еркеұлан Бейсенбекұлы, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы үшін арнайы Теміртау қаласынан.